мектеп, емхана, әкімшілік балабақша бір жолдың бойында орналасқан. Әкімшілік емхананың оң жағында, ал мектеп емхананың сол жағында орналасқан. Мектепке қарама-қарсы балабақша ғимараты бар. Ғимараттарды дұрыс ретпен орналастыр дейді. Балалар, қараңдар, бір көшенің бойы болатын болса, сол көшенің бойында бізде мектеп, емхана, әкімшілік, балабақша орналасыпты. Енді дәл осылай, енді көзімізге елестету үшін. Бірақ балалар, бұл жерде білесіздер ме? Оң жағында, сол жағында, яғни бізге сол және де оң қолымызды білу өте маңызды. Себебі неге? Біз әрбір ғимаратты сол реттілік бойынша орналастырады екенбіз. Қараңыздар, және де бізде қайта-қайта қайталанып тұрған бір сөз бар. Ол емхана. Ендеше емхананы біз ортаға жазайық. Енді мына сөйлемді оқиық. Әкімшілік емхананың оң жағында дейді. Яғни әкімшілік бізде оң қолымыз мына шеп. Әкімшілікті оң жақ бетке орналастырамыз. Келесісі, ал мектеп емхананың сол жағында дейді. Орналастырдық. Оң жағына, сол жағына. Жақсы, тамаша. Келесі, мектепке қарама-қарсы. Мектепке қарама-қарсы, емханаға емес, әкімшілікке емес. Мектепке қарама-қарсы бізде балабақша. Сонымен бізде қандай реттілік болды, балалар? Ғимаратта дұрыс. Мектеп, емхана, әкімшілік, және де мына жерде балабақша. Келесі, Қорғанбектің бойы Ерасылдан ұзын дейді. Қорғанбектің бойы. Қараңыз, Қорғанбектің бойы бізде Ерасылдан ұзын екен. Бірақ Тұрардан қысқа дейді, яғни Тұрардың ұзын екенін білдік. Ал Ақтілек Ерасылдан қысқа дейді, яғни Ақтілек ең кішкентай екен. Кему ретімен дейді. Кему реті дегеніміз, балалар, біз білдіге үлкен саннан кіші санға қарай, үлкеннен кішіге қарай жазам. Бірінші Тұрар үлкен, одан кейін Қорғанбек, одан кейін Ерасыл, одан кейін Ақтілек екен. Келесі бізде 13-ші есеп. Ерасылдың екі әпкесі бар екен. Қараңыздар. Ерасылдың екі әпкесі бар екен. Аружан және де, енді мен көрсетіп қойып жатырмын, Аружан және де Сандуғаш. Кішкене мен жерде сіздерге түсініктіру ретінде, мысалы, Ерасылдың Сандуғаш есімді және де Аружан есімді әпкелері бар. Бірақ қараңыздар, Сандуғаштың жасы Аружаннан 7 жас кіші деді. Сандуғаштың жасы Аружан. Яғни ең үлкен әпкесі кім екенін білдік? Аружан. Бірақ Сандуғаштан Ерасыл 11 жас үлкен дейді. Ерасылдың ең үлкен әпкесінің аты кім? Сонымен бізде ең бірінші Аружан екенін білдік. Себебі неге? Ол Сандуғаштан 7 жасқа үлкен екен. Екеуі де әпкесі деп тұр. Келесі бізде Сандуғаш. Одан кейін Ерасыл екен. Ең үлкен әпкесі бізде сонда кім екен, балалар? Аружан екен. Өте қызық есебе. Келесі бізде Айжанның үйі мен Медеудің арасы Көктөбеге барар жолдан қандай? Алыс дейді. Бірақ Шымбұлаққа барар жолдан қысқа дейді. Айжанның үйінен ең алыс демалыс орны қайсысы деп бізге айтып отыр екен. Енді біздің Айжанның үйі, енді қараңыздар. Бізде енді бізге, мысалы, Шымбұлақ, Медеу, Көктөбе деген 3 жалпы демалыс орны көрсетіліп тұр. Қараңыздар енді. Мысалы, Медеу, Көктөбе, Шымбұлақ. Енді Шымбұлақтың қасында біздер үйлер жоқ, яғни жалпы ол жерлерде толық адам қоныстанбайды.
Енді көктеме мен медеудің орталарында мысалы үйлер жақын болуы мүмкін. Енді логикалық түрде мен сіздерге сараптап көрсетіп жатырмын. Енді қарасаңыздар, Айжанның үйі мен медеудің арасы дейді. Айжанның үйі мен медеудің арасы дейді. Медеудің арасы Көктөбеге бара жолдан алыс дейді. Қараңыз. Яғни медеу, одан кейін бізде не бар? Көктөбе. Одан кейін қандай? Шымбұлаққа бара жолдан қысқа дейді. Яғни Шымбұлақ бізде ең үлкені екенін білуге болады. Мына бір сөйлемнен, яғни ең үлкені Шымбұлақ, одан кейін медеу, одан кейін Көктөбе, одан кейін Айжанның үйі екен. Келесі бізде 15-ші есеп математика үйірмесіне, музыка үйірмесіне қарағанда көп қатысады. Яғни бізде математикаға қараған кезде, музыкаға қараған кезде бізде математикаға өте көп балалар қатысады. Шынында да математикаға көп қатысады. Би үйірмесі мен жүзу үйірмесі. Би мен, яғни жүзу екеуі тең екен. Тең қатысады. Музыка үйірмесінен аз, бірақ би мен жүзуді қосса да, бұлар музыкадан не екен? Аз екен. Ең көп оқушы қатысатын үйірме қайсы дейді. Сонымен балалар қарасаңыздар, ең үлкен математика болып тұр. Екінші музыка, одан кейін би мен жүзу екен. Енді реттілік бойынша жазайық. Математика, музыка, және де би мен жүзу. Ең көп қатысатын жауабында қандай? Математика деп жауап береміз. Міне 15-ші есепті де біз шығардық.